Ертең саулық арнасы. Лавр жапырағының адам денсаулығына пайдасы. Лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасына көп қолданатын біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Оның құрамында эфир майы, органикалық қышқылдар және де қабынуға қарсы әсері бар. Лавр жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы көп. Енді біз көптеген дәрі-дәрмектің орнын қарапайым жапырақтың баса алатынын білеміз. Лавр жапырағы төмендегідей аурулардың алдын алуға көмектеседі. Сіздермен бірге Дерттен саулыққа арнасы. Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Диабет кезінде лавр жапырағының пайдасы. Лавр жапырағының көмегімен қаныңызда қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стақан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жерден жарты сағат бұрын ішіңіз. Емделу курсы 2 апта. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лавр жапырағының иісі дәрілік шүйгін шөптен кем емес. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестеде ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын бөлмейді. Арықтағыңыз келсе, лавр жапырағын пайдаланыңыз. 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стақан салқын су құйып, бір түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр суын 15 минут қайнатып, қақпақтың астында тағы 30 минут сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1 апта. Одан кейін міндетті түрде 2 аптада үзіліс жасауыңыз керек. Сосын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, даршын қосып ішуіңізге болады. Ауыз қуысы ауруларына қарсы лавр жапырағын пайдаланыңыз. Егер ауызыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл иегіңіз қанаса, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Лавр жапырағы үйіңіздегі ауаны хош иістендіреді. Лавр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңіздің хош иісін шығаратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып, қайнатып бөлмелеріңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет хош иіс шығатын болады. Ара шаққан кезде. Ара шағып алған кездегі сезім бәріңізге таныс шығар. Егер сондай жағдайға тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып, байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Сіздермен бірге Дерттен саулыққа арнасы. Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.